Гүлбайра неге студиядан шығып кеттіңіз бағана? Жихан қандай әрекеті сізді ашуланды? Біз кеше бүгін эфирге шейін біз жақсы сөйлеспейміз. Сенімен ақырына шейін таңдауын сенсің деген сөздер болған. Ешқайсы адамдардың сөзіне мән бербе деген сияқты айтқан. Қазір эфирге келдім, не айтып отыр, мен түсінбедім, мен ойлап қалдым, сонда Жихан сонда 200 адам ба? Сыртта башқа сөйледі, эфирде халықтың алдында башқаша сөйледі. Сонда оның мақсаты қазір халықтың алдында өткенде түсіп қалған үшін бүгін өзін көтеріп таныстықты бірінші тоқтатып отыр ма? Сонда сізді түсіргісі келіп отыр. Мен ойлаған адам емес, бұл өзім ойлаған адам ғой. Егер де мен ойлай тұрған болса, мен сияқты сыртта айтады. Мен Жиханды ойлап сыртта айттым. Жихан, шығарсам болады ма? Қалай болады? Шығара бер, көкеңді қалай сұрақ болса, мен жауап берем, халық алдына нүктесін қоям. Сені мазаламайды сонан кейін деді. Мен сонан кейін келіп қойдым. Ол эфир біткеннен кейін шығып маған ренжиді, неге қоясың, мақсатыңа жеттің бе деген сияқты. Сен онда ренжісең, неге сыртта айтпай отырсың? Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар достар? Бүгін император мейрамханасындамыз. 2006 жылы мектеп бітірген 20 жылдық түлектер. Бүгін осы түлектердің кешін басқарамыз. Бүгін стиль осындай. Алла қаласа біз дайынбыз. Мектепті бітіргендеріне 20 жыл болған түлектер. Ал сәттілік бізге жандырамыз бүгінгі кешті. Құдай қаласа түлектердің кешін от қыламыз. Гүлназды алып мектептен барлығымыз тамақтануға келіп қалдық. Аягөз бар, мама бар. Кафеде отырмыз, кафеде тойлап жатырмыз. Кафеде. Барлығымыз кафеде. Қызылорданың төріндеміз. Құдағи бар, папа бар. Ана жақта енді Маржан әпкемнің достары бар. Рахмет. Осылай. Дастарханда басымыз қосылып тойлап жатырмыз. Барлықтарыңыздың ұл-қыздарыңыз осылай мектеп бітіру кешінде осылай жарқырап жүре берсін. Қалдарың қалай? Не істеп жатсыңдар? Мерекелерің құтты болсын. Мектеп бітіріп жатқан түлектер, универ бітіріп жатқан студенттер, колледж бітіріп жатқан. Жалпы оқып жүрген жандар мерекелерің құтты болсын. Мектеп кезінен бірдеңе салайық десек білмеймін. Мектеп кезінде суретке түспегенбіз ба, галереяны ақтарып отырып дым таппадым енді. Бәрі салып жатыр, соған қарап сайын деген ма. Аман болыңыздар. Кстати, в Акадзаке самые бомбезные бургеры. Я очень часто ходила в Алмате, в Акадзаке. Теперь Астанаға келгеннен кейін Астанадағы Акадзакиді тоже я должна буду попробовать. Я пришла, я очень часто хожу, и если Акадзаки вам нужны амбассадоры, пожалуйста, напишите мне, я буду очень рада работать вместе с вами, потому что я слишком часто к вам хожу.